Қайырлы күн шәкірттерім. Қош келдіңіздер. Бүгін қазақ тілі оқыту әдістемесі пәні бойынша бүгінгі дәріс тақырыбы қазақ тілі сабағында экологиялық білім беруде қолданылатын белсенді оқу стратегиялары. Әдеттегі дәстүр бойынша дәлізден өтіп алайық. Бүгін дәріс алдында өтетін денсаулық тілек дәлізіне өтіп алайық. Сабағымыз бүгінгі күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Рахмет, айналайын. Сабағымыз бүгінгі күндеріңіз болсын. Рахмет, жақсы. Денсаулықтарыңызды сақтап жүріңіздер. Рахмет. Рәтбек? Халқымыз аман болсын, тыныштық заман болсын. Өте жақсы. Халқымыз аман, тыныштық заман болсын. Рахмет. Енді шәкірттерім, өздеріңіз жақсы білесіздер. Мынау берілген тапсырма бойынша белсенді мұғалім кім? Белсенді оқу стратегияларын қалай түсіндіңіздер? Өмірмен байланыс, құндылықтарға негізделген. Жаңартылған жүйе бойынша мұғалімнің алдына қойылатын басты талап ол бүгінгі алған білімді алдағы өмірмен байланыстыру. Яғни балаға бағыт бағдар беру арқылы ертеңгі өміріне пайдасын тигізу. Өте жақсы. Өте жақсы. Енді мен сіздерге слайд ұсынамын. Сол слайдқа назар аударып отырыңыздар. Конспект дәптерлеріңізге инсерт әдісі бойынша түсіріп отырыңыздар. Біздің сабағымыздың смарт мақсаты да экологиялық білім беру. Яғни біздің оқушымыз экологиялық сана, экологиялық ойлау, экологиялық сауаттылық, экологиялық этика деген глоссарийлерді жіліктеп, бар қайсына өзінің анықтамасына сай болатындай шәкірт тәрбиелеу. Белсенді оқыту стратегиясын белсенді мұғалімге керемет қағида анықтама берген бұл Жүсіпбек Аймауытұлы десек қателеспейміз. Онда баланың ынтасын арттыру үшін оқытылатын әрбір нәрседе бір жаңалық болу керек. Өзі еңбектеніп, өзі бейнеттеніп тапқан білім берік болады, өмірінше ұмытпайды дейді. Сол кезде балалардың танымдық ой-өрісі артып, білімге деген құштарлығы артады дейді. Бүгінгі сабағымыздың ресурсы қазақ тілі жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану математика бағытындағы оқулық. Бұл Дәулетбекова, Жұмекенова, Алматы Атамұра баспасындағы. Осы ресурстардағы тапсырмаларды мен алғам жоқ. Туған елге байланысты қандай тапсырмалар беруге болады оқушыларға? Экологиялық терминдерге глоссарий жасау. Экология, экологиялық қауіпсіздік дегеніміз не? Экологиялық тұрақтылық, экологизация, экологиялық қарым-қатынас дегенде, экожүйе, экологиялық аспект дегенді балалар осы терминдермен қамтылуы тиіс. Және де қазіргі экобренд, экояндекс, экодүкен деген сөздерге түсінік берулері тиіс. Экологиялық мәселе жөнінде өздерінің елінде Қазақстан Республикасына қандай бағдарламалар шығып жатыр, осылардың барлығын 3 деңгейлі шеңбер сызба арқылы оқушыларымыз бөліп жазып көрсете алу керек. Және Қорқыт бабамыздың асқар тауларын құламасын, саялы ағаш сынбасын, қанаттарын қырқылмасын деген өсиет сөздерін бала құлағына сіңіріп, оның мағынасын түсіндіру біздің әрбіріміздің міндетіміз болып табылады. Қазақ халқының туған жерге деген ыстық ықыласын таныта білген данышпан әрі ақылгөй Асанқайғы бабамыздың осы жер іздеп жүріп қазақ жерінің әрбір өзен суына, кең байтақ даласы мен асқар тауларына берген бағасы осы күнге дейін құндылығын жойған жоқ. Және біз өзіміздің оқушыларға өздері қызығатын салаға қатысты сұрақтарды тұжырымдауға көмектесу мақсатында Асанқайғы алғашқы эколог деген тақырыпта ой бөлістіруге болады. Мысалы, Асанқайғының жерге айтқан сынына қатысты анықталған эпизодтар бар. Елді мекендердің қазіргі географиялық ерекшеліктерімен байланыстыра отырып, шығарманың құндылығын дәлелдеп, эссе жаздыруға болады. Тағы да оқушылармен жеке жұмыс жүргізу мақсатында мынандай тапсырма береді. Болады. Тұрақты теңеулер сөздігінен, мысалы, табиғатқа қатысты тұрақты теңеулерді тауып, келтірілген мысалдардан шығармаларын анықтаңыз деп. Мысалы, су сөзіне қатысты 64, ал теңіз сөзіне қатысты 23 тұрақты тіркес бар екен. Сондай-ақ оқушыларға өз бетінше жұмыс істегенде жетістікке жетуге мүмкіншілік беретін жобаларды ойлап табу, ұйымдастыру бойынша, мысалы, журналист, эколог, жазушы жайлы жазылған өзіміздің сыр еліндегі алғашқы арал қасіретімен арпалысқан әдебиет майталмандарымен таныстырып әбден болады өтуге. Соның ішінде
Арал тақырыбын жазған жазушы Сайлаубай Жұбатырұлының терең қатпарлы абыржы шығармасын беріп, ондағы тұрақты сөз тіркестерін, сөз тіркестерді сөйлемдердің берілу функционалдығын атқарылатындай осындай қандай сөйлемдер берген. Сондай-ақ сабақта оқушының өзіндік рефлексия жасау дағдыларының дамуына сыныптағы жалпы жұмысқа үлес қосатын, қатысатындай, сезіне алатындай Қамбаш көлі туризм аймағына айнала ма деген Жүсіптің мақаласын алдарына беріп отырып, балалар, оқушылар өздеріңіз жұптық тапсырма, топтық өз шешімінен туындайтын түйгендерің жайлы сыныптастарыңмен бөлісіп отырып эссе жазыңыздар, көзқарастарыңызды білдіріңіздер деп осы мақаланы ұсынуға болады. Сондай-ақ осы соңғы слайдқа назар аударыңыздар, жазып алып отырыңыздар конспектіге инсерт әдісі бойынша оқушының оқу үдерісінің белсенді мүшесі болуына сабақта балалардың қызығушылығын арттыру мақсатында пәнаралық байланыс жасауға болады. Мынау өлең жолдарын назар аударып дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Қазір осы бейне баяннан кейін не жайлы, қандай мәселе көтеріліп отыр деген сияқты сауалға жауап береміз. Аралмын деген жұртқа толғаныспын, ретсіз куәсімін болған істің. Кезінде теңіз едім шалқап жатқан, дәл қазір мен жаралы жолбарыспын. Арал туралы толғаныс. Бұнда оқушылармен қандай жұмыс жүргізуге болады делінген. Демек, мен жаралы жолбарыспын деген тіркестің адам мен табиғат арасындағы байланыс туралы оқушылармен ой бөлістіріп тапсырмалар жүргізуге болады. Осы айтылған, қамтылған ресурстарды байқап отырсыздар, көбінесе жас ерекшелігі де қарай 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптардағы материал деп қарастыруға болады, грамматикалық тапсырмалар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білгім келіп отыр, тағы да қандай тапсырмалар беруге болады, жаңағы сауалнама ретінде берілген, қандай тапсырмалар көзделген сияқты. 2017 жылғы Атамұра баспасындағы, яғни оның авторлары Қапалбек Жолшаева деген авторлардың жазған оқулығында осы сирек кездесетін өсімдіктер, сирек кездесетін аңдар, гүлдер жайлы айтылған. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, Абай, Ұлы Абайдың дәріптеліп жатқан жылы, балаларым, 1892 жылы Абай Құнанбаев Дала уәлаяты газетінде экологиялық мақала жариялаған екен. Онда Шыңғыстау өңіріндегі ормандардың қырқылып құрылысқа пайдалана бастаған, оның әсерінен сол жердің табиғаты тозып бара жатқан айтылған екен. Балаларға ұсынып, тек қана экология мәселесі қазіргі таңның емес, бүкіл адамзат баласына бұрыннан да келе жатқан, сондықтан экология тақырыбы барлығымызды ойлантатын тақырып деген сияқты қазақ халқының бойындағы экологиялық сауаттылықтың ерте кезден ақ болғанын айғақтайтын материалдарды беріп отырған жөн. Енді Ұлы Абайды айтқаннан кейін Абайдың Желсіз түнде жарғай өлеңін бірге айтсақ деген өзімнің сіздерге ұсынысым бар. Терең сай. Рахмет, қыздар. Тағы да бүгінгі сабаққа айтатын өздеріңіздің бір-екі ауыз пікірлеріңізді білгім келіп отыр. Жалпы біз бұл сабақта экологиялық мәселелерді талқыладық. Сондағы Абайдың өлеңдерінің ішіндегі экологиялық мәселелер, өзіміздің тыңдап жүрген Төреғалидің өлеңдеріндегі экологиялық мәселелер, соның ішінде Арал туралы толғанысты тыңдадық. Бүгінгі сабақта мен қазақ тілін оқытуда экологиялық мақсаттарды қалай балаға жеткізуге болады, қандай әдіс тәсілдер арқылы жеткізуге болады, осы сұраққа толық жауап ала алдым деп ойлаймын. Өте жақсы. Сабақ маған өте ұнады. Апай, сізге рахмет. Менің көңіл күйім Рахмет. Ой, Альбина, Алина, рахмет. Айналайын шәкірттерім. Бүгінгі сіздердің жүздеріңізді көріп отырғаныма тағы да қуаныштымын. Бүгінгі сабақтарымыз аяқталды. Мынау болып жатқан жаһандық індеттен бетіміз аулақ болып, аман болайық, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Үйде отырып, әрқашан біз бірге болайық. Біз біргеміз. Рахмет, қош сау болыңыздар.